Мен ол күнді еш қашан ұмытпаймын. Күйеуіміз сапарға кеткеніне 3 күн болған. Ауыл іші тым-тыныш, тіпті тым-тыныш еді. Кешкі салқын жел ескі үйдің қабырғасын сықырлатып, ішімде бір белгісіз алаңдаушылық оятты. Сол күні мен ауылда жүргенмін. Қойма жақтан бір дыбыс естілді. «Кім бар ол жақта?» дедім даусымды қатайтып. Жауап болмады. Бірақ жүрегім бір түрлі дүрсілдей бастады. Сарай, ескі, шатыры төмен, ағаш есігі сықырлайды. Ол жерге көптен бері ешкім кірмеген. Күйеуім де жақындама деп ескерткен. Сонда да аяқтарым өздігінен солай қарай жүрді. Есікті сәл икергенім сол еді. Іштен күңгірт жарық көрінді. Және сол сәтте мен оны көрдім. Ол күйеуімнің ағасы еді. Ол да мені көргенде селк ете қалды. Бір сәтке екеуміз үнсіз қалдық. Ауа тығыздалып кеткендей болды. «Сен не істеп жүрсің мұнда?» дедім даусым дірілдеп. Ол жауап бермеді. Тек көзін тайдырып, бір қадам жақындады. Мен жүрегімнің қалай соққанын анық сездім. Қорқыныш па, әлде түсініксіз бір сезім бе, айта алмадым. Ол ештеңе істемеді. Бірақ оның тынысы маған тым жақын тұрғаны сол үнсіздік. Сол сәтте бәрі қауіпті түрде өзгеріп бара жатқанын сездім. Дәл сол сәтте сырттан бір дыбыс шықты. Екеуміз де селк еттік. Мен бір қадам артқа шегіндім. «Бұл дұрыс емес», дедім сыбырлап. Ал ол жай ғана «Мен де соны ойлап тұрмын» деді. Бірақ көзқарасы мүлде басқаны айтып тұрды. Сарай ішіндегі ауа ауырлап кеткендей болды. Сол бір сәтте мен өзімді бұрын соңды сезбеген күйде сезіндім. Қорқыныш пен белгісіз бір тартым араласқан күйде. «Сен мұнда не істеп жүрсің?» дедім. Тағы да. Бірақ бұл жолы даусым әлсіз шықты. Ол маған тік қарады. Көзінде бір түрлі өкініш те, тоқтатылмаған сезім де бар еді. «Мен сені көргім келді», деді ол жай ғана. Бұл сөз мені селт еткізді. Сол сәтте сырттағы жел күшейіп, ескі тақтайлар сықырлап кетті. Әлем кішірейіп, тек біз ғана қалғандай. «Бұл дұрыс емес», дедім тағы да. Бірақ бұл жолы өзіме сенімді бола алмадым. Ол бір қадам кейін шегінді. «Мен сені ешқашан қиын жағдайға қалдырғым келмейді», деді жаймен. Бірақ кейде адам сезімін жасыра алмайды екен. Үнсіздік. Мен есікке бұрылдым. Бірақ жүрегім кет дегенде емес, қал дегендей соғып тұрды. Сол сәтте сырттан бір дыбыс естілді. Көліктің дауысы. Менің жүрегім зу ете қалды. «Бұл ол ма?» дедім сыбырлап. Ол маған қарады да басын шайқады. «Жоқ, бірақ біреу келе жатыр». Сол сәтте мен түсіндім. Егер қазір шықпасам, бәрі мүлде басқа бағытқа кетуі мүмкін еді. Мен есікке қолымды создым. Бірақ дәл сол сәтте ол менің атымды сыбырлап айтты. Және сол үнде бір нәрсе болды. Қайта оралу қиын, тоқтату мүмкін емес бір сезім. Сырттан естілген дыбыс жақындап келе жатты. Қадамдар анық, ауыр, таныс. Жүрегім аузыма тығылды. «Бұл ол?» дедім әрең сыбырлап. Қайнағам көзін тайдырмастан есікке қарады. Сол сәтте оның жүзінде бұрын көрмеген бір нәрсе пайда болды. Қорқыныш. «Жасырын», деді ол қысқа ғана. Мен не істерімді білмей, бір қадам артқа шегіндім. Ескі сарайдың ішінде тығылатын жер аз еді. Ағаш сөрелер, шаң басқан қаптар, суық ауа. Есік сыртынан дауыс естілді. «Біреу бар ма?» деді ер адамның таныс үні. Бұл күйеуім еді. Демім ішіме кіріп кетті. Қайнағам маған қарады да, жай ғана басын шайқады. Үндеме дегендей. Сол сәтте есік сықырлап ашылды. Жарық ішке түсті. Мен тыныс алуды да ұмытып, қозғалмай қалдым. Жүрегім соншалық қатты соғып тұрды, естіліп кететіндей. Күйеуім ішке кіріп, жан-жағына қарады. «Бірдеңе дұрыс емес сияқты», деді ол күдіктене. Менің ішімде бәрі төңкеріліп жатты. Егер ол мені көрсе, бәрі бітті. Бар өмірім, атым, абыройым. Бір сәтке біздің көзіміз түйісті. Сол бір секунд мәңгілікке созылғандай болды. Бірақ ол басқа жаққа бұрылды.
Жел есікті ашып кеткен шығар, деді де сыртқа шығып кетті. Есік қайта жабылды. Сол сәтте ғана мен тыныс ала алдым. Аяғым дірілдеп кетті. Қайнағам үнсіз тұрды. Сосын жай ғана: "Біз бұлай жалғастыра алмаймыз", деді. Даусында өкініш те, әлде бір мойындау да бар еді. Ал мен сол сәтте бір нәрсені анық түсіндім. Бұл оқиға енді менің өмірімде жай ғана құпия болып қалмайды. Бұл өзгерістің басы еді. Сол түннен кейін ештеңе бұрынғыдай болмады. Күйеуім үйге оралған соң маған бұрынғыдай қарамайтын болды. Көзқарасы суық емес, бірақ тым байқағыш еді. Әр қимылымды, әр сөзімді аңдып отырғандай. Ал ауыл, ол кішкентай ғой, онда үнсіздікте сөйлейді. Келесі күні құдықтан су алып тұрғанымда көрші әйелдің маған ұзақ қарап тұрғанын байқадым. Оның көзқарасында қызығушылық емес, күдік бар еді. "Түнде біреу сарай жақта жүргендей болды", деді ол жай ғана. Иттер де тынысызданды. Мен ештеңе демедім, бірақ жүрегім тағы да тарс-тұрс соға бастады. Сол күннен бастап адамдар маған басқаша қарай бастады. Кімнің не білетінін, не ойлайтынын ажырату мүмкін емес еді. Ал қайнағам, ол менен әдейі қашқақтай бастады. Көзіміз тиіссе де, бірден басқа жаққа қарайтын болды. Бірақ сол үнсіздік бәрінен де ауыр еді. Бір күні кешке күйеуім маған кенеттен: "Саған бірдеңе айтқым келеді", деді. Дауысы бұрынғыдай емес, салмақты, салқын. Мен ішімнен бәріне дайындала бастадым. "Соңғы кезде бір түрлісін", деді ол. "Бірдеңе болып жүр ме?" Сол сәтте менің ішімде екі дауыс күресті. Бірі бәрін айтып жеңілдеп қал дегісі келді. Екіншісі үнсіз қал, әйтпесе бәрі күйрейді, деді. Мен көзімді төмен салдым. "Жоқ, жай ғана шаршадым", дедім. Ол үндемей қалды. Бірақ сол сәтте мен бір нәрсені анық сездім. Шындық тым жақын еді. Ал өтірік ұзаққа бармайтынын мен ішімнен біліп тұрдым. Сол түні мен ұйықтай алмадым. Терезеден түскен ай сәулесі бөлмені бозғылт жарыққа толтырып тұрды. Ал менің ойымда бір ғана сұрақ қайта-қайта жаңғырып тұрды. Егер бәрі ашылса, мен не істеймін? Таңертең ауыл іші бұрынғыдан да тыныш еді. Бірақ сол тыныштықтың астында бір ауыр нәрсе жатқанын сездім. Түске таман көрші әйел келді. Көз қарасы тура, дауысы байыпты. "Кешір, бірақ айтпасам болмайды", деді ол. "Адамдар әртүрлі әңгіме айтып жүр." Мен үнсіз қалдым. "Ешкім нақты ештеңе білмейді", деп жалғастырды ол. "Бірақ ауылда сөз кез тарайды ғой." Осы сөздер жүрегіме ауыр тиді. Өйткені мен бір нәрсені түсіндім. Шындықты жасыруға болады, бірақ күдікті жою мүмкін емес. Сол күні кешке күйеуім екеуміз ұзақ сөйлестік. Ол маған тура қаратты. "Егер бірдеңе болса, мен шындықты естігім келеді", деді. Мен үндемедім. Бірақ дәл сол үнсіздік бәрін айтып тұрғандай еді. Ол күрсінді. Кейде адам қателеседі, бірақ шындықты мойындау ең қиын әрі ең дұрыс жол. Сол түні біз бір-бірімізге бұрынғыдай жақын бола алмадық. Арадағы сенімге сызат түскен еді. Ал мен өзіме бір сұрақ қойдым. Егер бәрін кері қайтаруға мүмкіндік болса, мен сол жолды қайта таңдар ма едім? Жауабын әлі таппадым. Бірақ бір нәрсені анық түсіндім. Кейбір сезімдер бір сәттік болса да, өмір бойы ізімнен қалмайды. Уақыт бәрін өз орнына қояды, дейді. Бірақ кейбір нәрселерді өшірмейді, тек тыныштандырады. Оқиғадан кейін бірнеше ай өтті. Ауыл бұрынғы қалпына келгендей болды. Адамдар күнделікті тіршілігімен жүрді, бірақ менің ішімде бірдеңе мәңгі өзгеріп қалған еді. Күйеуім екеуміз, біз ажыраспадық. Бірақ бұрынғыдай да бола алмадық. Арамызда үнсіз келісім орнады. Өткенді қозғамау, сұрақ қоймау, еске алмау. Бірақ кейде түн ортасында оянып кетемін. Сол сарай, сол үнсіздік, сол бір сәт ойымнан кетпейді. Қайнағам кейін ауылдан көшіп кетті. Ол кеткен күні ешкім ештеңе демеді. Кек анасы ғана ұзақ уақыт есік алдында отырып жылады. Кейде мен өзіме сұрақ қоямын. Егер сол күні басқа шешім қабылдасам, бәрі басқаша болар ма еді? Бірақ өмір кері айналмайды.
Мен тек бір нәрсені түсіндім. Адам кейде ештеңе істемей-ақ, кек бір сәтке тоқтамай қалғаны үшін өмір бойы жауапкершілік арқалайды екен. Қазір мен тыныш өмір сүріп жатырмын. Бірақ жүрегімнің бір түкпірінде ешкім білмейтін, ешқашан айтылмайтын бір құпия бар. Және ол құпия менің ғана емес, бүкіл бір отбасының тағдырын өзгерткен еді. Кейбір сезімдер бір сәттік болса да, өмір бойы ізімнен қалмайды.